Басына күн туғанда көмектескен жандар неге бізді сатып кетеді? Анна Криянова. Кейде солай болады. Сіз бір адамға көмектестіңіз, оның басына күн туғанда, өміріндегі ең бір күрделі кезеңде жанынан табылдыңыз. Бәлкім, ол біреуден айырылды, әлде ауыр дертке шалдықты. Баспанасынан не лауазымынан айырылғанда, біреу қуып жібергенде, қарызға батқанда, кедейленіп қалғанда, сіз болмағанда ол жоқ болар еді. Сол күйі жоқшылықпен өмір сүре берер ме еді? Ал сіз ол адамды құтқардыңыз, қолдадыңыз, ауыр кезеңде қасынан табылдыңыз. Ол адам аяғына тік тұрды, емделді, жағдайы жақсарды, қолына ақша түсті. Содан соң ол қарым-қатынастан шықты, сізбен кетісті, немесе сізбен араласудан қашқақтады, мұрнын шүйіре бастады, дейді ел ішінде. Сіз хабарлассаңыз, хат жазсаңыз жауап бермейді, әлде мүлдем жауап бермейді. Көшеде көріп қалса, байқамаған адамның түрін жасайды. Қарым-қатынас суынып, мүлде жоққа тән. Бас қатырып, уайымдайсыз. Не боп қалды? Сіз ол адамды құтқардыңыз, көмектестіңіз, оны уайым мен қайғыдан аршып алып едіңіз ғой. Не болғанын сізге айтайық. Сіз дәрі болдыңыз. Оның жарасына таңатын дәке мен мақта болдыңыз. Ауырған жерін басатын дәрі болдыңыз. Адам сізбен емделді. Мәселе осы да, жазылған кезде дәке мен мақтаны керексіз дәріні лақтырып тастады. Енді бұның бәрі жаманатты еске түсіреді. Жаманатты кім еске түсіре бергенді ұнатады? Сіз ол адамға өміріндегі қайғы мен кемсіту кезеңін еске түсіресіз. Енді сіз керек емессіз. Жағдай дұрысталды ғой. Суыну екі себепті жүреді. Сізден енді пайда жоқ, жазылғаннан кейінгі дәрі секілді. Екіншісі, сіз басына күн туған ауыр кезеңді еске түсіресіз. Бар болуыңызбен оның өзін бағалауын төмендетесіз. Мұндай адамға тек жамандықты еске түсіресіз. Психиатрдың не венерологтың пациенті оны көргенде жолдың арғы бетіне өтіп кетеді. Дәрігермен амандаспау үшін. Тәрбиесі нашар адамдар осылай жасайды. Өзіне дәрі, баспана, көмек керек кезде өзгені пайдалануға дағдыланған адамдар осылай жасайды. Егер адам іргесін бөлек салса, онда себебі түсінікті. Оның басына сол кезде неге күн туғанын түсінетін боласыз. Оған сізден басқа ешкім көмектескісі келмегенін де түсінесіз. Енді сіз де көмектескіңіз келмейді. Ол ең алдымен өзін оқшаулап тастады. Ал сізді өмірдің өзі бағалайтын болады. Қатты уайымдамаңыз.